Сәлем достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгін біз сіздермен жалпы орта білім беретін мектептердің бағдарламасына кірмеген тақырыптар, яғни НЗМ тақырыптарын қарастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз молекулааралық күштер, оның ішінде Ван дер Вальсті қарастырайық. Молекулааралық күштерге Ван дер Вальс күштері, диполь-дипольдік тұрақты диполь күштері және сутектік байланыс жатады. Алдыңғы екі байланыстың түрін біз осыған дейінгі тақырыптарда қарастырған болатынбыз. Сутектік және үшінші біздің молекулааралық күшке жататын бұл Ван дер Вальс. Күштері. Мәселен, біз гелий атомын алатын болсақ, бұл асыл газға жатады және бөлме температурасында газ тәріздес болады. Алайда гелий газын біз өте төмен температураға түсірсек, ол сұйылады. Бұған себеп оның арасындағы өте әлсіз Ван дер Вальс күштерінің болуынан. Яғни, бөлме температурасында 25 градус Цельсийде гелий ол газ болады, ал өте төмен температурада 200-270 градус Цельсийде гелий бізде сұйық. Яғни, атомдардың немесе молекулалардың қайнау балқу температурасы ол олардың бір-бірінің молекулааралық күштеріне байланысты. Мәселен, мына екі гелий газын алатын болсақ, ол атом түрінде кездеседі, оның арасында молекулааралық күштер өте әлсіз және тартылыс күші болмайды. Себебі әрбір атомның кинетикалық энергияның жоғары болу себебінен арасындағы тартылыс күш бір-бірін жақындатуға, яғни атомдарды жақындатуға жеткіліксіз. Алайда біз температураны өте төмен түсіретін болсақ, кинетикалық энергия атомдарда төмендейді, яғни олардың қозғалысы бәсеңдейді, сонда аралық күштің күші оның қозғалыс күшінен артқан кезде бұл екі атомның арасында белгілі бір молекулааралық күштің болуына Ван дер Вальстың бұл белгілі бір құрылымға айналады, яғни сұйық фазаға. Сонда барлық атомдар бір-бірімен осындай жақындап біркелкі құрылымға айналады. Алайда бұл құрылым сұйық болғандықтан қозғала алады, бірақ көлемі өзгермейді. Бұл сұйық фаза. Мәселен, бром молекуласын алсақ, бізде бөлме температурасында ол сұйық. Бұған да себеп молекулааралық күш Ван дер Вальстың болуынан. Бұның қазір біз пішінін сызатын болсақ, яғни бром молекуласы бізде міне арасында ковалентті байланыс бар. Алайда бұл пішінді біз қалай салдық? Электрондар әрбір атомда біркелкі орналаспаған, яғни бір бром атомына электрон тығыздығы жақынырақ ығысқан, ал екінші бромнан ол азайған. Яғни бұл жерде бізде не болады? Мына жердегі электрон тығыздығы азайған бром атомында ядросы жақынырақ болғандықтан, бұнда бізде ішінара оң заряд көрінеді. Ал мына екінші бром атомында электрон тығыздығы жоғарырақ болғандықтан, оның ядро заряды байқалмайды, сондықтан бұнда ішінара теріс заряд бізде байқалады екен. Осы молекуланың ішіндегі электрон тығыздығы бір жаққа ығысқандықтан бізде тұрақсыз диполь пайда болады. Және осындай бір молекула басқа бром молекуласына да әсер етеді екен. Яғни, мына молекула келесі бром молекуласынан да осындай тұрақсыз дипольді тудырады. Бұл бізде индуктивті эффект. Яғни, мына бромда ішінара оң зарядталады, мына бром ішінара теріс зарядталады. Дәл осындай сияқты келесі бром молекуласында бұл эффект беріліп,
келесі бром молекуласындағы бір бром ішінара оң, екі келесі ішінара теріс зарядталып, осылайша бүкіл жүйедегі бром молекулалары тұрақсыз дипольге айналады екен. Осының нәтижесінде осы бромдар, яғни бром молекулаларының арасында белгілі бір тартылыс күштері пайда болады. Осыны біз Ван дер Вальс күштері деп айтамыз. Қазір біз галоген молекулаларының қайнау температурасын графикке салатын болсақ, фтор молекуласы, хлор молекуласы, бром және иод молекуласы. Фтор молекуласының қайнау температурасы бізде ең төмен, бұл минус 188 градусқа тең. Ал хлордікі одан жоғары, оныкі хлордікі минус 34 градус, бромдікі бізде 59 градус, ал иодтікі 184 градусқа тең. Яғни мұнда фтор, хлор, бром және иод. Мынаны қарайтын болсақ, бізде қайнау температуралары галогендерде өсіп жатыр. Бұған себеп неде? Молекула аралық Ван дер Вальс күштің күшеюіне екі фактор әсер етеді. Біріншісі, бұл молекуладағы немесе атомдағы электрон саны. Электрон саны, мына графикте біз байқап отқандай, фторда бізде электрон жалпы молекулада 18 электрон, хлорда бізде 17, 34 электрон, дәл сондай сияқты бром иодта электрон саны өсіп жатыр. Нәтижесінде электрон саны өскен сайын бізде оның ішіндегі протон саны да өсіп жатыр. Яғни бір молекуладағы электрон мен протонның өзара тартылысы екінші молекуладағы тартылыспен күшейе береді. Яғни бір молекуладағы электрондар екінші молекуланың протонына дәл сондай сияқты тартылыс өзара күшейіп, қайнау температурасы жоғарылайды екен. Екінші фактор бұл бізде жанасу нүктесі. Жанасу нүктесі. Яғни, бұнда егерде біз фтор, хлор, бром, иодты алатын болсақ, бұлардың барлығында да жанасу нүктесі бірдей. Яғни, бір ғана жанасу нүктесі болады. Міне, егер біз бром молекуласын алатын болсақ, мұнда екі бром молекуласының арасында жанасу нүктесі біреу ғана. Сондықтан бұнда тек қана бізде галогендерде электрон саны ғана негізгі фактор болып табылады екен. Осы қайнау температурасының өсуінде. Егер де біз басқа Ван дер Вальс күштін түзетін молекулаларды алатын болсақ, мәселен, бутан. Бутан молекуласында 4 көміртек және 10 сутек бар. Мен тек қана көміртегін сызып жатырмын. Және екінші бутан молекуласын сызатын болсам, екеуінің арасында белгілі бір Ван дер Вальс күші түзіледі. Себебі мұнда көміртек бізде, егерде мұнда көміртек сутек, егерде байланысы болатын болса, ескеретін болсақ, көміртектің электр тестілігі жоғары болғандықтан ол ішінара теріс зарядталады, сутек ішінара оң зарядталады. Дәл сондай сияқты мына жақта да сутек ішінара оң, көміртек ішінара теріс. Сонда бір бутан молекуласындағы көміртек екінші молекуладағы сутекпен тартылады екен. Осы күш бізде Ван дер Вальс күші болады. Ал енді жанасу нүктесін санайтын болса, онда бұнда екі бутан молекуласының арасында 4 жанасу нүктесі болуы мүмкін. Ал егер де біз дәл осындай, яғни молекулалық формуласы С4H10, бұл бізде бутан болады, екіншісі оның изомері изобутан. Изобутанды алатын болсақ, изобутанның айырмашылығы оның құрылысында. Құрылысын салатын болсақ, екінші молекуланы саламыз. Көміртек атомдары. Бұндағы максималды жанасу нүктесі екі изобутанның арасында 3. Алайда, бутан және изобутанның да молекулалық формуласы бірдей, ондағы электрондардың және протондардың саны бірдей, жанасу нүктесі бутанда көбірек, сондықтан изопропанның қайнау температурасы бутанға қарағанда төменірек болады. Бутанның қайнау температурасы минус 0,5 градус Цельсий. Ал изобутанның қайнау температурасы минус 11 градус Цельсий бойынша. Яғни,
изобутанның қайнау температурасы төменірек екенін байқаймыз. Бұны сұйылту үшін температураны қатты түсіру керек. Себебі бұндағы ван дер Вальс күштерінің күші әлсіз. Ал енді тағы бір мысал алатын болсақ, пентан. Пентан бар. Пентанның қайнау температурасы бізде 36 градус Цельсий бойынша. Қайнау температурасы. Жанасу нүктесі, бұнда көріп отқаныңыздай, 5 болады. Ал егерде осының пентанның молекулалық формасы бірдей, бірақ изомерін алатын болсақ, 2 метилбутан. Бұнда қанша жанасу нүктесі болады? Әрине 4-ден аспайды. Сондықтан да оның қайнау температурасы сәйкесінше төмен, 28 градус Цельсийге тең. Ал егерде бұның тағы да басқа изомерін алатын болсақ, 2,2 диметил пропанды. Бұнда жанасу нүктесі максималды 2 ғана болады. Мына жерде және мына жерде. Сәйкесінше оның қайнау температурасы да төмен. 2,2 диметил пропандыкі 10 градус Цельсийге тең болады. Ал енді осы ван дер Вальс күштері бізде тағы да өзімізге белгілі үлкен полимерлерде де кездеседі. Мәселен, біз екі полимерді салыстыратын болсақ, полимер түрін бұл тығыздығы төмен полиэтилен және тығыздығы жоғары полиэтилен. Екеуінен де пластик жасайды, алайда екеуінің қайнау температурасы ерекшеленеді. Бұған себеп тығыздығы төмен полиэтиленде бізде тармақталған полимердің саны көбірек. Яғни, мұнда осындай көп тармақталған полимерлер болады. Ал тығыздығы жоғары полиэтиленде көбінесе тізбектелген үлкен макромолекулалар кездеседі екен. Сонда тізбектелген макромолекулаларда бізде жанасу нүктесі жоғарырақ, ал тармақталған макромолекулда жанасу нүктесі азырақ болады екен. Соған сәйкес тығыздығы жоғары полиэтиленнің бізде қайнау температурасы жоғары, балқу температурасы жоғары, ал тығыздығы төмен полиэтиленде бізде балқу қайнау температурасы төменірек болады. Осымен оқушылар, біз бүгін молекула аралық күштерді қарастырдық. Оның ішінде ван дер Вальс күші. Ван дер Вальс күші жеке атомдарда немесе молекулаларда болады екен. Оған әсер ететін екі фактор, ол негізгі электрон саны және жанасу нүктесіне байланысты. Осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар. Сау болыңыздар.